Таныс болыңыз. Салтанатты кештер мен қазналы думанның көрігін қыздырып, байырғы бабалардың той дәстүрін жаңғыртып, жаһандану кезеңінде жаңа форматпен көптің көңілінен шығып жүрген асаба шоумен Асқар Әмірбек. Ендеше, оның басты ерекшеліктерін таразылап, Наралаштың назарына ұсынамыз. Ел өңірінде еңсесі биік, тілі шұрайлы, салмақтай қарап саусақпен санайтын 10 асаба болса, Асқар соның қатарынан табылады. Өзі жақсы кісіге бір кісілік орын бар дейді қазақта. Баршаларыңыз мінеки ағдастарған төріне келіп жайғасқанмен де бүгінгі тойымыздың негізгі кейіпкерлері әрине жаңа құдаларымыз. Сонымен қатар біздің 2 жасымыз той төріне енген жоқ. Олар бүгінгі тойымыздың мәні де, сәні де болмайтынға қадірлі ағайын. Дауыс пен дикцияны, қарым мен қабілетті басты қару санайтын шоумен бұл күнде көпен келе жатыр продюсерлік орталығының директоры. Аталмыш орталық Қазақстанның түкпір-түкпірінде елдің ұлы думанын ұйымдастырып, Алаштың алғысына бөленіп жүр. Сондай-ақ Асқар өлкемізде бұрын соңды төбе көрсетпеген, жан баласы жасамаған үлкен жобаны қолға алып, нәтижесін көріп келеді. Ол тұғырлы қазақ топырағындағы тұңғыш асабалар курсы. Өзіме ғана болсын демей, өзгенің шабыт шырағын жағып, көптеген шәкірттер тәрбиеледі. Асқардың абыройлы еңбегінің жемісі олар бұл күнде азулы асабаға айналып үлгерген. Ол стиль, имидж, талғам, этика, эстетиканы басты назарда ұстап, жан-жақтылығымен жұрттың жан дүниесін жадырата біледі. Аймағымызда сапалы қызметімен сауық думанның сәнін кіргізіп жүрген Жазира шоудың продюсері, көңіл қуантатын көптеген ірі жобалардың авторы, республикалық деңгейдегі концерттік бағдарламалардың тәжірибелі жүргізушісі. Эстрада саласына да етене көңіл бөлген. Нәтижесінде бүгінде Асқар Бексұлтан Барат атты талантты әншінің жеке продюсері. Бексұлтанның әсерлі әндері мен салмақты сазына ордалы жұрты оң бағасын беріп үлгерген. Сондай-ақ Асқардың тағы бір ерекшелігін тілге тиек етсек, қазақтың салт дәстүріне сәйкес нарыққа 21 ғасырдағы қазақ тойының заманауи жаңа форматын енгізді. Ұлттық құндылықтың қазығын босатпай, қаз қалпында қазақ тойларында көрсетіп келеді. Қазақта даналы сөз бар. Әкеден озып ұл туар деген. Осы тұста анонс жариялап айтып өткеніміз жөн болар. Тек айтып тұрғандай-ақ, текті ұлдың әкесі елімізге мәшһүр сүбелі сатираның көшбасшысы Көпен Әмірбек. Бұл әрине қанмен келген дарынның күші, талап пен жалынның күші. Сөз соңында айтарымыз, ол ешкімді қайталамаған, ешкімге еліктемеген, өзгеше бағытта өркендеп келе жатқан хас талант Асқар Әмірбек. Айбыны биік, арманы асқақ, айтары көп Асқар, Алашы мен әркез бірге.